Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы. Бүгін екі түрлі сусын рецептімен бөлісемін. Біріншісі түрік лимонады, екіншісі мохито. Достар, видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алғашқы дайындайтын сусынымыз түрік лимонады. Алдымен қайнап және де шамалы ғана суыған суымызды осындай ыдысымызға құйып аламыз. Одан соң екінші ыдысымызға лимон және де апельсинді тазалап жуып алғаннан соң міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суды осылай үстіне құйып, тағы да бір рет шайып аламыз. Міндетті түрде қатты ыстық су болу керек. Қайнап шыққан лимонымызды және де апельсинімізді осылай шайып алдық. Одан соң ыдысымызға терканың ең ұсақ бөлігінен біздің лимон және де апельсиніміздің тек сыртқы қабығын ғана осылай теркадан өткіземіз. Ақ бөлігі өтіп кетпеу керек, тек осы сары бөлігін ғана өткіземіз. Енді лимонымызды да өткізіп шығамыз. Мінекей өткізіп алдық. Енді біздің шамалы суыған суымызға, қайнап шыққан суымызға қантымызды қосамыз. Одан соң апельсин және лимонның сыртқы қабығын, теркадан өткізілген сыртқы қабығын қосып, жақсылап араластырып, қанты ерігенше қалдырамыз. Ал біздің апельсин және де лимондарымызды осылай қолымызбен бірнеше рет езіп аламыз. Біздің ішіндегі соғы шығу керек. Пышағымызбен қақ ортасынан бөліп, біздің дайын болған сусынымызға сығып шығамыз. Егер қаласаңыздар, мята қосып жіберсеңіздер де болады. Егер ұнатпасаңыздар, қосудың да қажеті жоқ. Бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өтіп шыққаннан соң, міндетті түрде сүзгімен сүзіп алыңыздар. Бізге осындай қалдығы керек емес, сусынды міндетті түрде салқындатып ішіңіздер. Мінекей достар, біздің түрік лимонадымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де денсаулыққа өте пайдалы болып саналады.